Қайырлы күн оқушылар, сабағымыздың тақырыбы жалпы статистиканың элементтері. Осы сабақта қарастырылатын оқу мақсаттары бұл біріншіден статистиканың, статистикалық бақылаудың, статистикалық зерттеудің негізгі ұғымдарын еске түсіру болып табылады. Екіншіден математикалық статистиканың есептері туралы түсіну, яғни статистикалық деректерді алу, өңдеу әдістері және зерттеу мақсаттарына байланысты статистикалық мәліметтерді талдау әдістерін даярлау. Және үшінші оқу мақсаты бұл бас жиыннан алынған таңдама терминдерін түсіну болып табылады. Статистиканың негізгі элементтерінің бірі бұл кездейсоқ шамалар. Қазір осы кездейсоқ шамалар ұғымын есімізге түсірейік. Мысалы, ойын сүйегін лақтырғанда 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандарының бірі түсуі мүмкін. Яғни мұнда орындалатын кездейсоқ оқиға осы сандардың біріменен өрнектеледі, және біз оны алдын ала дәл айта алмаймыз. Мысалға, қазір ойын сүйегін лақтырамын, 3 деген ұпай түседі деп, біз оны дәл алдын ала айта алмаймыз. Сол сияқты белгілі бір уақыт аралығында жедел жәрдемге келіп түсетін қоңыраулардың саны кездейсоқ шамалар болып табылады. Сонымен қатар бір күннің ішінде мектепке кешігіп келетін оқушылардың санын да кездейсоқ шамаларға жатқызуымызға болады. Қандай да бір жер теліміне себілген дәндердің өніп шығуының көрсеткіші, ол да кездейсоқ шамаларға жатады. Сонымен кездейсоқ шама дегеніміз алдын ала белгісіз, тек тәжірибе нәтижесінде анықталатын бір мәнді шамалар. Кездейсоқ шамаларды латын алфавитінің бас әріптерімен белгілейміз. X, Y, Z, тағы сол сияқты. Ал осы кездейсоқ шамалардың элементар оқиғаларының мәндерін кіші әріптермен белгілейміз. X, Y, Z, тағы сол сияқты. Жалпы жоғары математика курсында кездейсоқ шамалардың екі түрін қарастырады. Бұл үздіксіз кездейсоқ шамалар және дискретті кездейсоқ шамалар. Кездейсоқ шама дискретті деп аталады, егер оның мүмкін болатын мәндерінің арасында нақты үзілісті қадам болатын болса. Мысалы, адамдар санын айтамыз 1, 2, 3, 4, 5 адам деп. Яғни, натурал сандармен есептелінеді. Яғни, 1 менен 2-нің арасында нақты үзіліс бар. Яғни, 1,5 адам деп біз айтпаймыз. Сонда, осы жердегі адамдардың саны, ол дискретті кездейсоқ шама. Сол сияқты, мысалы, IELTS тесттерінің нәтижелерін алған кезде сіздер 3, 3,5, 4, 4,5 деген, немесе 7, 7,5, 8 деген нәтижелерді аласыздар. Яғни, бұл да дискретті кездейсоқ шамалар. Олардың арасында нақты үзілістер бар. Мысалға, 7,6, 7,25 деген IELTS тестінің нәтижелері болмайды ғой. Олай болса, бұл да дискретті кездейсоқ шамаға мысал болады. Егер X кездейсоқ шамасы X1, X2, X3, X4, тағы сол сияқты XN мәндерін P1, P2, P3, P4, тағы сол сияқты PN ықтималдығымен қабылдайтын болса, онда осы түрде жазылып тұрған таблицаны, кестені X кездейсоқ шамасының үлестірімдік қатары деп атайды. Барлық элементар оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысы бірге тең болатындығын біз білеміз. Енді кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларына тоқталып өтейік. Сандық сипаттамалардың арасындағы ең маңыздысы ол кездейсоқ шаманың математикалық күтімі болып табылады. Үлестірімдік қатары мына таблицамен анықталатын X кездейсоқ шамасы үшін mx тең болады x1 p1 қосылған x2 p2 қосылған тағы сол сияқты xn pn санын оның математикалық күтімі немесе орта мәні дейді. Математикалық күтімді сонымен қатар EX деп те белгілейді. Сонымен MX, яғни EX математикалық күтім осы формуламен анықталады. Енді кездейсоқ шаманың дисперсиясын есімізге түсірейік. X кездейсоқ шамасының математикалық күтімнен ауытқуы ол дисперсия, яғни ол мына формула есептелінеді және белгіленуі осылай белгіленіп жазылады. Ал орташа квадраттық ауытқу сигма әрпімен белгіленеді және ол мынаған тең болады. Мысал қарастырайық, бізге X кездейсоқ шамасы осы заңдылықпен берілген болсын. Есептеу керек бірінші математикалық күтімді, екінші дисперсияны және үшінші орташа квадраттық ауытқуды.
Математикалық күтімді табайық. Алдымен формуласын есімізге түсіріп жіберейік. Яғни mx-тен болады x1 p1 плюс x2 p2 тағы сол сияқты қосылған xn pn. Сонымен mx-тен болады минус 2 көбейтілген 0,1 қосылған минус 1 көбейтілген ықтималдығын 0,2 қосу 0 көбейтілген 0,3 қосылған 1 көбейтілген 0,3 қосылған соңғысы 2 көбейтілген 0,1 тең болады. Есептеп шығаратын болсақ 0,1 шығады екен. Енді дисперсиясын табайық. Формула мынау, яғни x квадраттың математикалық күтімінен математикалық күтімнің квадратын азайтуымыз керек. Ол үшін біз алдымен mx квадратты тауып алайық. Яғни x квадраттан математикалық күтімі, яғни минус 2-нің квадраты көбейтілген 0,1 қосу минус 1-дің квадраты көбейтілген 0,2 қосу 0-дің квадраты көбейтілген 0,3 қосылған 1-дің квадраты көбейтілген 0,3 қосылған 2-нің квадраты көбейтілген 0,1 деп табамыз. Сонда нәтижесінде болады екен 1,3. Енді dx табатын болсақ, тең болады mx-тің квадраты бізде 1,3 болды. Азайтылған mx-тің квадраты, яғни математикалық күтімнің квадраты. Математикалық күтім бізде 0,1-ге тең болатын. 0,1-дің квадратын шегереміз. Тең болады екен 1,129-ға. Енді орташа квадраттық ауытпут табатын болсақ, сигма x ол тең болады квадрат түбір астында dx-ға. Тең түбір астында 1,129, яғни жуықтап алғанда 1,136-ға тең. Сонымен оқушылар, біз бүгін статистиканың негізгі элементтерінің бірі кездейсоқ шаманы қайталап өттік. Кездейсоқ шаманың математикалық күтімі, дисперсиясы және орташа квадраттық ауытпут туралы қайталадық. Енді өздеріңіз үйден мынау есептерді шығарып, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сау болыңыздар.